Панфилов ауданы Үлкен Шыған ауылы, Үлкен Шыған орта мектебіндегі жас маман біздің жаңалықтар қызметіне келіп түсті. Біздің топ арнайылап сол ауылға барған болатын. Көрейік. Мектепке кірген сәтте алдымызда отырған мектеп вахтершісімен сұхбаттастық. Бізде жұмыс жасайтын Дариға Алмасқызы орыс тілі пәнінің мұғалімі. Жұмысына тиянақты, ұқыпты қарайды, сыныбымен жауапкершілігі жақсы. Жұмысқа ерте келіп, кеш қайтады. Алмас Дариға Алмасқызы әріптестерінің арасында сыйлы екен. Бұл туралы бізге Дариғаның әріптесі Сейітқазиева Надира баяндады. 24 жылдан бері әріптес болып келе жатқан талантты ұстаздардың бірі. Өз ісіне жауапты, креативті, жаңашыл, талантты ұстаз. Әркез бала болашағы үшін тәрбие мен білімді қатар алып жүретін дарынды мұғалім. Әріптесіме тек қана сәттілік тілеймін. Бұл жас маман оқушылармен де тығыз байланысты екен. Оқушылары мұғалімін жақсы көргені соншалық өздерінің жылы лебіздерін білдірді. Менің ұстазым Дариға Алмасқызы өте мейірімді, білімді, жан-жақты адам. Маған өзімнің ұстазым ұнайды. Ол бізге өзінің білгенін, білім нәрін шашатын адам. Менің өзімнің ұстазыма басымды иемін. Әрі қарай Дариға Алмасқызының өзімен таныссақ. Мен Алмас Дариға Алмасқызы Үлкен Шыған орта мектебінде орыс тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі болып жұмыс жасаймын. Мамандық таңдау өміріміздің бір кірпішін дұрыс қалау. Қазіргі таңда мамандықтың көптеген түрі артты. Алайда осы мамандықтың барлығын үйретіп, тәрбиелейтін ол ұстаз. Ұстаз, таудан арқырай аққан тау өзені секілді, айналасына қуат беріп, жолында кездескендерді сумен нәрлендіріп, таудай қиындықтарды тастай домалатып, білімнің сар даласында тыныштық тауып дамылдайды. Ұстаз жер деген әлемнің бетін көркеткен, шәкірттеріне шуақ төккен күнана. Ұстаз ақылдың азбайтұғын асылы, қасиетті мамандық иелерінің ішіндегі жауһары. Өзге мамандықтың атаулары өздерінің түр сипатын оң құбылтып жатса да еш өзгеріссіз сол бәз байғы қалпында жас ұрпаққа адамгершілік қасиеттерін дәнін еккендей қанша. Бала жүрегі кішкентай күй сандық секілді. Сол сандықтың кілтін тапсаң ғана ашылады. Мұғалімнің қолында әр кезде сол кілт тұруы керек деп Мұхтар Шаханов атамыз айтқандай, әр баланың жүрегіне жол табу, бала бойындағы дарынды ашу мұғалімнің ең басты міндеті деп ойлаймын. Алдымызға келген балалар біреудің маңдай алды жарығы, енді бірі жал дегенде жалғызы. Бірі ерке, бірі қой аузынан шөп алмас момына. Маңдай алды жарығын таң шолпандай жарқыратып, жал дегенде жалғызын көпшілік күй үйретіп, қой аузынан шөп алмасты ортада жарқылдап сөйлер шешен қылып тәрбиелеу үшін қажымас қайрат пен батырлық қажет.